Сәлеметсіздер ме ханымдар? Бүгін мен сіздермен бананды пирогтың рецептісімен бөлісемін. Көп жағдайда біз бананды көбірек алып қоямыз да ол қатты пісіп кетіп қалып қояды, оны ешкім жемейді. Сондай жағдайда бананды тастағаннан гөрі пайдамызға асырған абзал. Ең алдымен бананды вилкамен езгілеп аламыз. Егер банан кішкентай көлемді болса, одан 3 алған дұрыс. Егер банан үлкен болса, 2 дана банан жетеді. Бананымызды жақсылап езіп алғаннан кейін, оның үстіне 1 дана жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Бұл пирогтың бір жақсы жері, тек қана вилка немесе қасық венчиктің көмегі болса болғаны, миксердің еш бізге қажеті жоқ. Банан мен жұмыртқаның үстіне 150 грамм қант салып араластырамыз. Сұйықтығымыз 1 келі болғаны абзал. Келесі кезекте 6 ас қасық сұйық майымызды құямыз және тағы да араластырамыз. Пирогқа қажетті заттар осы видеоның астында описание бөлімінде көрсетілген. Енді сұйықтығымызға жарты шай қасық корицаны саламыз. 1 шай қасықтың 3/1 бөлігіндей ас содасын саламыз. 2 шай қасық қопсытқышымызды салып, сұйықтығымызды жақсылап араластырамыз. Ең соңында ұнды қосамыз. Бізге 280 грамм ұн жеткілікті. Ұнның барлығын бірден емес, бөліп салған абзал. Сол кезде біздің сұйықтығымыз 1 келі болып шығады. Қамырымызды астынан үстіне қарай араластырған абзал. Біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырды алдын ала майлап алған формамызға саламыз. Бананды пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 40 немесе 45 минутта пісіріп аламыз. Достар, біздің бананды пирогымыз дайын болды. Пирогты өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен қант ұнтағымен әрледім. Сонымен қатар пирогтың ішіне қалауыңызша мейіз, жаңғақ немесе шоколад қосуға да болады. Менің балаларым ондайды ұнатпағандықтан ортасына ештеңе қосқан жоқпын. Достар, егер де осы рецепт ұнаса, сіздер де осындай пирогты жасап көріңіздер. Және де лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір мен пирогты кесіп көрсетемін. Біздің пирогымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер.
Достар, барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт. Сау болыңыздар.